Қайырлы күн, құрметті шәкірттер. Бүгінгі ерлік, елге үлгі, ұрпаққа аманат тақырыбындағы пікірлесу сағатымыз бейбіт күнде отанымызды қорғап жүрген батыл жүректі азаматтардың еңбегін дәріптеуге арналады. Бүгін біз республикаға танымал осы өңірде өсіп өркендеген офицерлер отбасымен кездесеміз. Құрметті шәкірттер, сіздердің аттарыңыздан ол кісілерді айтулы мерекемен құттықтап, дендеріне саулық, отбастарына амандық тілейміз. Барлық уақытта еңбектеріңіз жемісті болсын, аман болыңыздар, құрметті батыл азаматтар. Мен Жетібаев Абай, ішкі істер саласының ардагерімін, полиция полковнигі. 1978 жыл мен 2003 жылдар аралығында осы салада қызмет еттім. Ең соңғы қызметім осы іріленген Мақтаарал ауданында болды. Мақтаарал ауданының ішкі істер саласының бас басқармасының бастығының орынбасары қызметін атқардым. Ардагерге шыққан кезінде қызметімді жоғарыдағы басшылар бағалап, оңтүстік Қазақстан облысының іріленген Мақтаарал ауданының құрметті азаматына ие болдым. Бүгінгі күнге дейін сол салада осы ардагерлердің төрағасы болғалы көп жастарды жігерлендіру жұмыстарын жүргізіп жатырмын. Құрметті колледж студенттері, сіздерді 7 мамыр, яғни отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алдын ала сіздерге өздеріңіз оқып жатқан осы колледждің тарихын айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Бұл колледждің жарты ғасырлық тарихы бар. Бұл сол жарты ғасырдың ішінде талай осы жерде сіздер сияқты студенттер оқып, білім алған. Осы колледждің тас іргесін бастаған қазіргі ақсақалдар Досаев Тайырхан, Жетібаев Борхан, Жиенбаев Сүндет аталарыңыз ірге тастарын құрған. Бұл одақтың уақытының өзінде де осы Жетісайда ғана колледждер бар еді. Жан-жақтан келіп өзерге білім алатын еді. Қазіргі уақытта өте іріленген Мақтаарал ауданының кезінде де, қазіргі Жетісай ауданының кезінде де сол үлкен жоғары оқулардың мен қатар бұл колледжде сондай сапалы білім беруде. Оны айтып кетуіміз керек, оның сапасы мынада, құрметті студенттер. Бұл колледжді бітірген бірнеше азаматтар, ғалым, ұлағатты ұстаздар, мәдениет және басқа салалардың құрметті азаматтары. Ең негізгісі, өзірде оқыған, білім алған азаматымыз өрленген Мақтаарал ауданында әкім болған. Міне, осындай білімдер, осындай кісілер өсерден білім алған. Ал енді мен сіздерге отан қорғаушылар жөніндегі мазмұнды түсіндіріп кету үшін, бүгінгі біздің елімізге, дүниежүзіне келген ауру, осындай қауіп, өте қиын жағдайда, қазір өздеріңіз көгілдір экрандан, басқа жағдайлардан көріп жүрсіздер, қандай жағдай болып жатқан. Тек қана біздің Қазақстан емес, бүкіл дүние жүзіндегі осы өте қиын жағдайдамыз. Сол қиын жағдайда өзінің отанын, өзінің тұрып жатқан жерін, өзінің халқының тыныштығын, отбасының тыныштығының барлық тыныш болу үшін алданғы қатарда жүрген ақ халатты азаматтар, ішкі істер министрлігінің қызметкерлері, қорғаныс министрлігінің қызметкерлері, және де өз еркімен отанымды, елімді қорғаймын, және де тыныштықты сақтауына үлес қосам деген азаматтар жүріп жатыр. Біз еліміз біздің қазақ елі неше қиыншылықтарды көрген. Кешегі
ашаршылық кезді де көрді, соғысты да көрді. Мына 90-шы жылы тоқырау заманында да соны да көрді. Сол қиыншылықтардың бәрін жеңіп шыққан. Бұл бүгінгі мынау біздің дүние жүзінде болып жатқан, және Қазақстанда болып жатқан қиыншылықтарды да сіздердің арқаларыңызда, сіздер сияқты жастар, жүргерленген жастардың арқасында мұнда қиыншылықтарды жеңеміз деген үміттемін. Және сіздерге де мықты денсаулық тілеп, соған сенім білдіруге рұқсат етіңіздер. Құрметті студенттер, мына бүгінгі күні біздер онлайн түрінде пікірлесіп отырмыз. Себебін білесіздер, дүние жүзіне індеттің келген, сонымен қатар біздің Қазақстанда да сондай болып жатыр. Оған дейін, осы күнге дейін бетпе-бет кездесулер, яғни өздеріңіз сияқты студенттермен бетпе-бет кездесіп, пікірлесіп сөйтетін ек. Енді аманшылық болса әлі талай рет кездесеміз. Мынау және де осы мамыр, 7 мамыр Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге келешекте осы оқып жатқан колледждеріңізде терең білім алып, маман иесі болып, осындай қандай елімізге қиындық туса да, сіздер оған бой бермей, солығын жеңуге әрекет жасайтын азамат-азаматшылар болады деп сенемін. Сіздер де үлкен азамат болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, аманшылықпен кездесуге Құдай нәсіп етсін. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті. Еліміздің ертеңіне сенім арқалаған, мағжанша айтқанда арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қыран құстай қанатты отанымыздың қадірлі жастары. Бүгінгі таңда еліміз бір жұдырықтай жұмылған сәтінде қоғамда жастардың қадірі арта түсті десем артық болмаған болар еді. Оған себеп ақыл-ой мен парасаты, имандылығымен ұштасқан сіздердей саналы ұрпақтың өткен жылғы жастар жылына, биылғы еріктілер жылына қосқан үлесімен тағы да басқа еңбектері және креативті көзқарастары бұған дәлел болады ғой деп ойлаймын. Сіздердің осындай тұлғай табыстарыңызға бірге қуанып, сіздердің келешекте ұлы даланың туын әлі де көптеген белестерде желбіретеді ғой деген сенімдемін. Сонымен қатар өздеріңізді келе жатқан жеңістің 75 жылдық мерекесіменен және отан қорғаушылар күніменен құттықтағалы отырмын. Біз жеңімпаз елдің ұрпақтарымыз. Сол себептен біз үшін отанымыздың бөлінбес бүтіндігі менен оның қауіпсіздігі тек қана қасиетті ұғым болып қана қоймай, ол ұрпақтан ұрпаққа берілетін асыл қазына болуға тиіс деп ойлаймын. Сөзімнің соңында біз біргеміздей отырып, сіздерге әрдайым ашық жол тілеймін. Тілек білдіруші ағаларыңыз қорғаныс министрінің полковнигі Алмазбек Жетібаев. Құрметті ағалар, қарулас бауырлар және жастар, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Аға буынның отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқан халқымыз әрқашанда мақтан тұтары хақ. Тәуелсіздігіміздің тұғыры берік болу үшін еліміздің болашағы саналатын жас ұрпақ сол аға буыннан өнеге алып, отанға адал қызмет етуі тиіс. Отан қорғау міндетті түрде қолға қару алу емес, ол өз отбасында достарыңды қадірлеуден басталатынын естен шығармауымыз қажет. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі істеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілеймін. Мен жастарға сенемін. Тілек білдіруші полиция подполковнигі Жетібаев Қылышбек Абайұлы. Армысыздар, құрметті студент жастар. Сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен және 9 мамыр жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, аманшылық, тек жақсылық тілейміз. Отанымызда тек бейбітшілік болсын. Патриот деген ол отанды сүйетін азаматты айтады. Отанды сүю, отанымызды қорғау
Қазақстан Республикасының ата заңында айқын жазылған. Ол біздің қасиетті борышымыз. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Тілек білдіруші Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 66-54 әскери бөлімінің рота командирі капитан Жетібаев Тұрлыбек Абайұлы. Құрметті, өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген отанымыздың қорғаны ардақты ағалар, мерекелеріңіз құтты болсын. Ағалар біздің кең арқау асқарымыз, жолын қуар солардың жастарымыз, абзал жанды ақылгөй ағаларға ілтипатпен иілген бастарымыз. Еңбектерің жемісті қиыршың боп, шапағатты шуақ нұр құйылсын көп, шын жүректен құттықтап біз тілейміз бар жақсылық, бар бақыт бұйырсын.